Грек жаңғағының 7 пайдасы. Грек жаңғағының денсаулығыңызды нығайтып, сауықтыратын қасиетін білесіз бе? Америкалық ғалымдардың зерттеуінше, бұл жаңғақ ми жұмысын жақсартып, ойлау қабілетін дамытады. Әлемде 40 шақты, елімізде 2 түрі кездеседі. Назарыңызға жаңғақтың тағы біз біле бермейтін пайдалы қасиеттерін ұсынамыз. Бірақ видеоны бастамас бұрын каналға тіркеліңіз, лайк басыңыз және қоңырауды басыңыз. Осылайша біз бастаймыз. Грек жаңғағы келесі қоректік заттарға бай. Витаминдер А, В1, В2, В6, С, К витаминдері, минералдар калий, кальций, магний, мырыш, темір және натрий. Май қышқылдары омега-3, омега-6 және онда 17% ақуыз бар. Жаңғақтың күнделікті жеудің пайдасы. Біріншіден, жүрек қан тамыр ауруларынан сақтайды. Құрамындағы омега-3 ағзадағы холестерин мөлшерін реттеп, артериалды гипертензияның алдын алады. Екіншіден, иммунитетті күшейтеді. Үшіншіден, жаңғақтағы полифенол антиоксиданттық қасиетке ие. Ол қатерлі ісіктерді, вирус пен бактерияларды жояды. Төртіншіден, ас қорыту жүйесін жақсартады. Ішектегі пайдалы микробиотаны көбейтеді. Бұл бактериялар патогенді ағзаларды жойып, микроэлементтер мен витаминдердің сіңуіне септігін тигізеді. Бесіншіден, гормональды фонды қалпына келтіреді. Грек жаңғағы йодқа бай. Йод қалқанша без гормондарының синтезіне қатысады. Өз кезегінде тироксин және триодтиронин ағзаның барлық жүйелерін реттейді. Алтыншыдан, құрамындағы фитоэстроген сүт безі қатерлі ісігін алдын алады. Жетіншіден, сондай-ақ жаңғақта көп мөлшерде белок болады. Ол бала ағзасының өсуіне септігін тигізіп, есте сақтау қабілетін арттырады. Грек жаңғағы кімге зиян? Ми тамырлары бас ауыратындарға 25 дана жаңғақтан артық жеуге болмайды. Жалпы диетолог мамандар күніне 100 граммнан артық жемеуге кеңес береді. Аллергиясы барларға да грек жаңғағы қауіп дегенін білгеніңіз жөн. Ағашының биіктігі 30-35 метр, 300 жылдан артық жасайды. Жапырақтары тілімделген, қатарланып орналасқан, хош иісті, жапырағынан гүлінен бояу, алкалоид дәрумендер алынады. Сондай-ақ жапырағымен балалардың бұлақ рахит ауруын емдеуге болады. Осылайша біздің кезекті шығарылымымыз аяқталды, достар. Назар аударғандарыңыз үшін рахмет. Өз ойларыңызды комментарийлерде жазыңыз.